Грамматика 26 юнит. Бүгінгі тақырып бізде I'm going to. I'm going to деген бізде істейін деп жатырмын. То есть адам ниеттенеді. Ниеттену. Да, істейін деп жатырмын. Или ойлау да, сол туралы ойлау. Соны істегім келіп жатыр. Істейін деп жатырмын. Мысалы, мына ел I'm going to watch TV this evening. Осы кеште телевизор көрейін деп жатырмын дейді. Ол қазір өзінің ойында телевизор көруді ойлап жатыр. Соны ниеттеніп жатыр. Окей? Енді бұны біз болашаққа қолданамыз. Сосын біздің қолдануымыз болады бастауыш subject плюс am, is, are плюс going to плюс етістік. Етістікке ештеңе қосылмайды. Етістік бірінші формада, то есть просто етістік болады. Мына жерде I болса am болады, he, she, it болса is болады, we, you, they болса are болады. Going to немесе not going to істемеймін, істемейін деп жатырмын. To и етістік. Do, drink, watch. Да, егер сұрақ болатын болса, бізде мына am, is, are деген мыняққа алдына кетеді, бастауыш содан кейін болады. Am I going to и сұрақ. Енді мына жерде как раз I decided to do it. Мен оны шештім, да, мен шешім қабылдадым, то что мен оны істеймін. Енді қазір I'm going to do it. Қазір мен айтып жатырмын, мен соны істейін деп жатырмын. Болашақта соны істеймін. Да, шешім қабылдау. Going to еще шешім қабылдап қойғанда уже болады. Шешім қабылдау. Шешім қабылдап соны істеймін деген кезде. Бізде кеше present continuous болғанда 90% соны істеймін деген сөз, то есть бірдеңе дайындап қойдым. Мына жерде адам шешім қабылдап қояды. То есть ол уже 80%-ке соны істейді. То есть вероятность, что ол оны істейді 80%. Кешегіден кішкене аздау, бірақ қатты аз емес, тоже шешім қабылдау, ол уже біраз зат береді. Ол ештеңе пока дайындалмады, бірақ соны істейін деп жатыр. Окей? Сосын going to деген тағы да бізде қолданылады. Егер біздің алдымызда, көз алдымызда, мына адам бұлттарға қарап жатыр, бұлттар оның алдындағы бір негіз. Осы бұлттарға негізделіп, ол болашаққа болжау айтып жатыр. Еще going to бізде болашаққа негіздел, тогда басқаша айтайыншы. Болжау, ол бізде болжау. Негізделген болжау. Просто так айтып жатқан жоқпыз, осындай болатын шығар деп бірдеңеге қарап айтып жатырмыз. Мынау бірдеңе болайын деп жатыр деп болжам жасаймыз. Хорошо? Мысалы, look at the sky. Аспанға қара. It's going to rain. Жаңбыр жауайын деп жатыр. То есть аспанға қара бізде негіз болып тұр былай айту үшін. Негізсіз емес. Енді it's 9 o'clock and I'm not ready. Сағат 9 болды және мен дайын емеспін. I'm going to be late. Мен кешігемін. То есть мен дайын емеспін. Ол негіз I'm going to be late. Кешігуіме. Хорошо? Сөйтіп бізде going to екі түрде қолданылады. Біреуі негіздеп, бірдеңеге негізделіп болжам жасау. Осындай болады деп. Екіншісі ол шешім қабылдау. Шешім қабылдау немесе ниетіңді айту. Хорошо? Енді тапсырманы істейік. Тапсырмалар бізде мынандай. Мына жерде суреттер берілген, мына адам не істейін деп жатыр. I'm going to watch TV. Мен телевизор көрейін деп жатырмын. Уже отырды, қазір көремін дейді. Хорошо? Мына адам не істейін деп жатыр. Ваннаға кірейін деп жатыр, и ол I am going to take a bus. Автобус емес, ванна. Take a bus. Okay? Buy a new car now. Да? Жаңа машина сатып ал. И мынау айтады, мен
машина сатып алған деп жатырмын өзіме да. I am going to buy a car. Машина сатып алған деп жатырмын. Келесі, мына екеуі поляға баратыр, екеуі футбол ойнайын деп жатыр. We are going to play football. Окей. Енді мына жерде тапсырмалар бар. Going to мен етістіктерді қолдану керек әрқайсысы орнына. Етістіктерді айтып кетейін. Мыналарды сендер өздерің жасап көріңдер, сосын тексереміз. Қаша. Do, істеу, eat, жеу, give, беру, lie down, жату, stay, бір жерде қалу, walk, жаяу жүру, wash, жуу, уже қолданылған, watch, бірдеңе қарау, wear, бірдеңе кию. Wash пен wear екеуі уже қолданылған. Біріншісі, my hands are dirty, I'm going to wash them. Менің қолым кір, мен оны жуайын деп жатырмын. What are you going to wear? Сен не киейін деп жатсың? To the party tonight. Вечеринкаға осы түні. Енді 3-тен 9-ға дейін өздерің жасап көріңдер. Паузаға қойып, сосын тексереміз. Окей, давайте енді көрейік. It's a nice day. Бұл жақсы күн. То есть бүгін жақсы күн. I don't want to take a bus. Мен автобуспен барғым келмейді. Автобуспен барғысы келмесе, значит ол жаяу жүреді. I am going to walk. Келесі. Steve is going to London next week. Steve баратыр Лондонға келесі апта. He with some friends. Достарымен несін деп жатыр. Лондонда қалайын деп жатыр. Достарымен қалады, я. He is going to stay with some friends. I'm hungry. Мен ашпын. I, this sandwich. Мына сэндвичті. Мен ашпын. Мына сэндвичті. Мен жеймін. I am going to eat. Келесі. It's Sharon's birthday next week. Sharonның туған күні келесі апта. We, біз, her a present. Оған подарок. Біз оған подарокты береміз. We are going to give her a present. Sue says she's feeling very tired. Sue айтып жатыр, ол сезіп жатыр, өте шаршаған. То есть ол өте шаршап тұрмын деп жатыр. Ол, she, for an hour, 1 сағатқа жатады. Lie down. She is going to lie down. There is a good film on Channel 6 tonight. Жақсы фильм болады 6-шы каналда осы түні. You, сен, it. Сен соны көресің ба фильмді да? Are you going to watch it? What, не, Rachel, when she leaves school. Ол кезде да, when деген кезде. She leaves school. Ол мектептен кеткен кезде. Ол мектептен кеткен кезде. Ол не істейін деп жатыр? What is Rachel going to do when she leaves school? Енді мына жерде, мына суреттерде не болып жатыр? Мына жерде қара бұлттар. Мына жерде біріншісі it's going to rain. Жаңбыр жауын деп жатыр. Мына полка құлайын деп жатыр. Бізде не болады? The shelf. Полка is going to құлау. Fall. Енді the car, машина. Мына жерде поворотный қосты. Значит, ол бұрылайын деп жатыр. The car is going to turn. Мына бала допты тебейін деп жатыр. He is going to kick the ball. Тебу допты. Допты тебейін деп жатыр. Хорошо? Бүгінгі тақырыпты жазып алыңдар, бір рет қайталап шығыңдар. Келесі сабақ көріскенше.